Бұл фәниде әр адам өз тағдырының суретшісі. Арамызда өзінің ғана емес, өзгелердің де өміріне оң әсер еткен жандар бар. Олар тек сәулеті келіскен ғимараттар тұрғызып қана қоймай, тұтас команда құра білген. Жетістік шыңына өзі жетіп қана қоймай, басқаларды да алға жетелеген. Сондай жанның бірі Мұратхан Тоқмәди. Он был лидером в классе, лидером в школе. Муратхан Шакирханович, он был именно основателем стекольной промышленности в Казахстане. Это порядочнейший человек во всех отношениях. Муратхан нам сделал большой, огромный спортзал. По сей день тренируется там представитель национальной сборной, чемпион мира. Муратхан реально внес большой неоценимый вклад в развитие любительского триатлона в Казахстане. Муратхан в развитие казахстанского производства очень большой вклад внес. Был такой момент, когда я думал, он, наверное, встанет на любое оборудование, и он сможет на нем работать. Потому что он знал все от и до. И всегда, можно было поражаться способности Муратхана. Странники в ночи, чужие прежде. Очень заботливый он, Муратхан. Вот его физически со мной рядом сейчас нету, но я всегда чувствую его присутствие рядом. Сломать таких людей невозможно. Оның жасаған жұмыстарының ауқымын көргенде бір сұрақ туындайды. Мұндай табанды мінез оған қайдан дарыды? Басқаларды соңынан ерте білетін адамның жолы қалай басталады? Мұның барлығының артында сәулелі ғұмыр иесінің тағдыры жатыр. Мың 966 жыл, 2 тамыз, Аягөз ауданы Ақши совхозы. Шакирхан мен Бәтпә Тоқмәдидің отбасында ұл бала өмірге келеді. 3 қыздан кейін дүниеге келген ұлдарына ата-анасы азан шақырып Мұратхан деп ат қояды. Отбасы ұлды ұзақ жылдар бойы күткен. Себебі әулетте ер азаматтар аз қалған еді. Әкесінің 4 бауыры соғысқа кетіп оралмаған. Мұратханның туылуы Тоқмәди әулеті үшін қуанышты оқиға болды. Әкеміз 6 ағайын, 4-еуі соғысқа кетіп қайтпады. Сонан кейін 2 ағайыннан ұл бала болған жоқ. Сонан кейін Мұрат долгожданный ребенок, 10 жылдан кейін менен кейін туып, сондай қуанышқа бөледі. 3 қыздан кейін туған жалғыз ұл, бүкіл ауыл әулетіміз туған туысқандарны өте қуанышпен қарсы алды. Отбасы кейінірек Аягөз қаласына қоныс аударады. Мұратханның балалық шағы сол жерде өтті. Бала Мұратхан қатаң тәртіпте тәрбиеленді. Әкесі Шакирхан өте талапшыл әрі қатал адам болған. Оның кабинетінде Сталин мен Шәкәрімнің портреттері ілулі тұратын. Отец был очень строгим человеком. Он старый коммунист. Закал сталинская, конкретный человек, только так, правильно, неправильно, все, у него среднего не было. Он воспитывал своих детей, можно сказать, в ежовых рукавицах. Тәртіп оның өмірінің негізгі ұстанымы. Мұратхан мектептен келгенде әкесі одан ең алдымен қандай баға алды? Тәртібін қалай деп қана сұрайтын. Жалғыз ол деп еркелетпеді, қаталдық танытты. Оның үстіне Шакирханның өзі де қиын қыстау заманда өсті. Бар болғаны 3 сынып бітірсе де сауатты жазатын, тіл тазалығына мән беретін, баласынан да соны талап етті. Ардақты әке жас кезінде түркісіп, Түркістан Сібір темір жолын салуға қатысқанын жиі еске алатын. Тіпті шойын жолдың солтүстік пен оңтүстік бөліктер түйіскен жеріндегі шегені қағу құрметі өзіне бұйырғанын айтып отыратын. Шакирхан ата, он был такой волевой, человек с характером, твердый, и такой строгий, и что самое характерное было, он именно сталинской закалки. Это очень такой человек сталинской закалки. И вот, видимо, Мурат на него сильно похожий, получил от него воспитание. Шакирхан Тоқмәди абайдың нақыл сөздерін жаттап өсті. Ақын өлімдерін жиі айтып отыратын. Ал ұлына үнемі балам, біз абайдың ұрпағымыз.
ата бабамызды мақтан тұтуымыз керек. Олардың ісін білуіміз қажет дейтін. Ол Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы Абайдың ойлары мен нақыл сөздерінен жиі мысал келтіретін. Сонымен қатар ол Абайдың әкесі Құнанбайдың қажылыққа жүздеген адамды бастап барғанын, Меккеде қазақтарға арнап үй салдырғанын әңгімелейтін. Кейіннен Мұратхан да өз ерінде мешіт тұрғызды. Ал әзірше ол ширақ, белсенді, үнемі алда болуға ұмтылатын бала болып өсті. Оның бойында ерте жастан ішкі жылдамдық қалыптасты. Ол баяулықты ұнатпайтын. Мектепте өте жақсы оқыды, тентектеу болды, бірақ өте ақылды болды. Шустрым, быстрым, сильным. У него был велосипед. И вот он на этом велосипеде ездил по Ягузу на очень большой скорости. Его никто не мог догнать. Тогда он уже показывал свои спортивные вот такие качества. Ата-анасы оны 9 жасында Аягөздегі интернатқа береді. Онда қатаң тәртіп болды. Кесте бойынша жүріп тұрды. Анасынан жырақта болу оған оңайға соқпады. Мұратханға ананың мейірімі мен үйдің жылуы жетіспеді. Бірақ әкесі ұлының мінезі интернатта шыңдалсын деп шешкен. Мурат умный, очень умный. Он все знает, все понимает, все рассчитывает, пересчитывает. И в детстве он таким был. Интернат оған жауапкершілікті өзіне алуды үйретті. Ол жерде бір нәрсені тез түсінді. Егер сені мен өзгелердің санасқанын қаласаң, өзіңді қорғай білуің керек. Хулиганистый был. Но он был лидером в классе, лидером в школе. Каким-то образом он умел вокруг себя собирать команду. Так, у него такая харизма была. Жекпе-жекке деген қызығушылық сол кезде пайда болды. Алдымен карате, кейін бокс. Бұл мінезді ширатудың және басқарушылық қасиетті оятудың жолы еді. Аягөздегі интернат оның өміріндегі алғашқы үлкен сынақ. Дәл сол жерде оның темірдей мінезі қалыптаса бастады. Вот этот его характер его заставил поступить в спортивную школу в городе Семипалатинск. Поступил в спортивную школу и его благополучно закончил. Спортқа қабілетін көрген үлкендер 8-ші сыныптан кейін жас Мұратханды Семейдегі спорт мектеп-интернатына шақырды. Сол сәттен бастап бокс өнерін меңгеруге машықтанды. Жаттығулар күн сайын өтті, оған жоғары талап қойылды. Дәл осы кездің өзінде жасөспірім ауыз толтырып айтар нәтижелер көрсетті. Мұратхан 2 мәрте жасөспірімдер арасындағы бокстан республика чемпионы, кейін жастар арасындағы республика чемпионы атанып, КСРО спорт шеберіне кандидаттың нормативін орындап, түрлі жарыстарда жүлделі орындарға ие болды. Сонымен қатар шығармашылықпен айналысуға уақыт тапты. Музыкамен әуестенді, ансамбльде ойнады. Бұл әуестігін өмір бойы сақтап қалды. Интернаттан кейін оны әскер қатарына шақырды. Әскерде жүріп дивизия чемпионы, кейін Орта Азия әскери округінің чемпионы атағын алды. Осы жетістіктерінің арқасында ЦСКА құрамына қабылданып, спорт ротасында қызметін жалғастырды. Мұнда бокс тіптен қатаң болды. Тұрақты оқу-жаттығулар мен жиындар, турнирлер, бүкіл аймақтан жиналған ең мықты қарсыластар. Мұратхан 20-ға толғанда өмір оны толықтай шыңдап үлгерген еді. Оның артында интернат, спорт және әскери мектеп тұрды. Бала кезден дарыған қайтпас қайсарлық, көшбасшылық қасиет, бір істі соңына дейін жеткізу әдеті, бәрі темірдей мінезге айналды. Осылайша Мұратхан тоқмәди үлкен өмірге қадам басты.